Ассаламу алейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін біз Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың бірінші хикметін оқитын боламыз. Бұл уақыт қайда кетпей жатыр, сондықтан еш болмаса 3 минут, 5 минутыңызды қиып, соңына дейін тыңдаңыз. Бірінші хикмет: Бисмилла деп баян еттім хикмет айтып, шәкірттерге дүрмен гауһар шаштым міне. Жанды жалдап, қайғы шегіп, қандар жұтып, мен дәптер сәни сөзін аштым міне. Сөзді айттым кімдерге етсе талап, ашық сөйлеп жақын жанды жанға балап, ғарып пақыр жетімдердің басын сипап, діні қатты халайықтан қаштым міне. Қайда жүрсең көңілі жұмсақ сыпайы болғыл, көре қалсаң мүсәпірді сырлас болғыл, махшар күні тәңірге жақын болғыл, мен сіңген халайықтан қаштым міне. Ғарып пақыр жетімдерді Расул білді, сол кеште миғраж шығып дидар көрді. Қайтып түсіп ғарып пақыр халім білді, ғаріптердің жайын ұғып келдім міне. Үмбет болсаң ғаріптерге жақын болғыл, аят хадис айтқандарға құлақ салғыл, ырзық берсе тағдырға қанағат қылғыл, қанағат етіп сауық шарабын іштім міне. Мәдениге Расул барып болды ғарып, ғаріптікте азап тартып сүйді жанып, жапа тартып жаратқанға келген анық, ғаріп болып ауыр жолды бастым міне. Ақыл қерсең ғаріптерді мейіріммен сүй, Мұстападай елді кезіп жетімді жый, дүние қоңыз пасықтардан бойыңды тый, бойым тыйып дариядай тастым міне. Ғашық есігін мәулім ашты маған сыйлы, топырақ қылып әзір бол деп мойным дейді. Қара нөсер қарғыс оғы келіп тиді, найза алып жүрек бауырым соқтым міне. Ділім қатты, тілім ащы, өзім залым, Құран оқып бойын сұнбас жалған ғалым. Жаным құрбан аямаймын жоқтыр малым, хақтан қорқып отқа түспей күйдім міне. 63-ке жасым жетті, өттім ғапыл, хақ әмірін бекем тұтпай болдым жәһіл. Ораза намаз қаза қылып болдым кәпір, иман іздеп жақсыларға жеттім міне. Уадариға махаббат шарабының дәмін татпай, қатын бала үй мүліктен түгел қашпай, қылмыс күнә айыбын мұнда шашпай, шайтанға еріп жан берерде састым міне. Иманыма қол ұрып қайғы салды, пір мұған әзір бол деп апин алды. Шайтандығым бәр күнәсімен кете барды, бихамдилла нұрлы иманын аштым міне. Пір мұғанның қызметінде зыр жүгірдім, жұмыс қылып көзімді ілмей әзір тұрдым. Медет қылды әзәзілді қуала бұрдым, одан кейін қанат қағып ұштым міне. Пақыр мен жетім болсын шат-шадыман, мойныңда тозақ ғазиз жаның болсын құрбан. Туыс тапсаң жан тәніңмен қылғыл мейман, хақтан естіп бұл сөздерді айттым міне. Ғаріп пақыр жетімдерді әркім сұрар, разы болар ол пендеден пәрвардігар. Ей хабар сені ол себепсіз ақ өз асырар, хақ Мұстафа уағызы мен айттым міне.
7 жаста Арыстан бапқа қылдым сәлем, Мұстапаның аманатын бер деп маған. Сол мезетте мың бір зікір еттім тәмам, нәпсім тыйып Аллаға бет бұрдым міне. Құрма беріп басым сипап назар салды, бір сәтте ол дүниеге сапар салды. Қоштасып бұл әлемнен кете барды, мектеп көріп қайнап толып тастым міне. Инна фәтханы оқып мағына білдім, нұрын төкті естен танып дидар көрдім. Молдам ұрып тыныш деді көз жазбадым, басым қатып меңзең болып тұрдым міне. Ей надан мағына осы деп айтты білдім, одан кейін шөлдер кезіп қияқ жедім. Қуат берді әзәзілді ұстап міндім, салмақ салып белін басып жанстым міне. Зікір салып мүсәпір дивана болдым, хақтан өзге бір сөзде сөйлемес болдым. 30 деген көбелектей шәкірт болдым, шоқ болып күйіп жанып ұштым міне. Жалған атақтан арылып сәби болдым, Алла атын айта ғашық болдым. Аллаға бар жаным менен адал болдым, фәнәфи Алла мақамына салдым міне. Сүндет емес кәпірге де берсе азар, көңілі қатты діл азардан Құдай бизар. Ондай құлға Алланың азабы даяр, даналардан бұл сөзді естіп айттым міне. Сүндеттерін бекем ұстап үмбет болдым, жер астына жалғыз кіріп нұрға толдым. Сопылардың мақамына жақын болдым, нәпсіні көңіл найзасымен жаныштым міне. Нәпсім мені жолдан бұрып қор етеді, телміртіп халайыққа зар етеді. Зікір салдырмай шайтанға жар етеді, дайынмын деп нәпсі басын жаныштым міне. Құл қожа Ахмет надандықпен өмірің өтті, қасіретпен тізе көзден қуат кетті. Қайғы менен өкініштің уақыты өтті, амалым жоқ керуен болып көштім міне. Құрметті бауырлар, мына өлеңді түсінген болсаңыздар, қандай бір үлкен махаббаттықпен жазылған сөздер. Сол себептен де бұл кісіні Қожа Ахмет Яссауи деп жай айтудан гөрі ол кісіні бір айтқан кезде сондай бір өте бір Аллаға деген махаббаты артқан Алланың сүйікті досы екенін еске түсу керек. Және де бұл кісінің әрбір сөзі біздің жанымызға азық қуат толық көрген кісілерге Алла разы болсын, әрбіріміздің жүрегіміз жұмсарып, мына әлемде мейірімділік арта түссін деп тілейміз. Қош аман, келесі кездескенше.